Hello, dear students. Today, hello, dear students. Welcome to English online lesson. And today, the theme of our lesson is past simple. Сонда бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бізде past simple. Сабақтың мақсаты, яғни the aim of our lesson is to understand how we form and we use the past simple tense. We will practice forming sentences, questions, and negatives. Ең біріншіден сабақ бастамас бұрын біз топқа бөлініп кетейік. Егер барлығы толық болса, топқа бөлінейік word-wallмен. Қазір бізде колесо фортуны болады, үш топқа бөлініп, сабағымызды бастаймыз. Яғни бір-бірден осы колесоны айналдырып, үш топқа бөлінетін боламыз. Яғни бізде бірінші топ Cosmic Invaders, екіншісі ол бізде Galactic Explorers, және де соңғысы ол Alien Cleanse Crew деген топтар. Аз көрейік, бірінші топ бізде Cosmic Invaders, хорошо. Келесі топ бізде Alien Cleanse Crew, хорошо. И соңғы топ бізде Cosmic Invaders, окей. Хорошо. Енді топқа бөлінгеннен кейін сабағымызды жалғастыра берейік. Яғни енді біз білеміз, кім қай топта екені. Хорошо. Енді келесі бізде жалпы осы past simple не екеніне тоқталып кетейік. Past simple ол бізде өткен шақ, білеміз. Ең қарапайым өткен шақ. Яғни өткен уақытта болған, аяқталған әрекеттерді білдіреді. Бұл шақ өткенде болған және аяқталған әрекеттерді айту үшін қолданамыз біз. Яғни қолданылуы кеше, бұрын немесе белгілі бір өтіп кеткен уақытта көрсеткенде қолданамыз. Мысалы, yesterday кеше, last week өткен аптада, in 2020 2020 жылы, 2 days ago 2 күн бұрын. Яғни бүтіп кеткен әрекеттерде қолданамыз. Мысалы, I visited my grandma yesterday. Яғни past simple'ды құрған кезде міндетті түрде етістік қолданамыз және етістікке біз ed формасын жалғаймыз. Мына осы ed. Яғни verb to. Етістіктің екінші формасын қоямыз. I played football. Ал болымсыз болса, сөйлем болымсыз болса, яғни did not plus verb one. Мысалы, she did not watch TV. Ол телевизорды көрмеді дейді. Ал егер біз past simple'мен сұрақ қоятын болсақ, біз осы көмекші етістік did'ті және оған қосып глаголдың, яғни етістіктің бірінші формасын қоямыз. Мысалы, did they go to school? Бірақ кейбір етістіктер бізде өзгермейді. Яғни олар тұрақсыз етістік деп айтылады. Мысалы, go, went, gone дегендей. Немесе see, saw, seen. Ол кезде біз етістіктің екіншісінің формасын қолданамыз. Яғни егер see болса, екінші формасы saw. Окей. Енді осыны біз практика жүзінде қолданып көрейік. Жаңағы үш топқа бөлініп қой, енді сол үш топ арқылы бір ойын ойнап көрейік. Кеттік, бастайық. Яғни бұл жақта бізге сөйлем берілген, past simple'да өткен шақта біз оны толтыру керекпіз. Мысалы, I бірдеңке, my grandma yesterday. Яғни мен әжемді кеше көрдім дейді. Көрдім болса, ол көріп қойды, ол кеше болды. Яғни ол өтіп кеткен әрекет. Яғни бізге visit деген сөздің өткен шағы керек. Ал visit'тің өткен шағын біз білу үшін оған ed жалғау керекпіз. Сонда бізде дұрыс вариант be, себебі visit и плюс ed өткен шақ. Окей, дұрыс. Келесі, she to her friends at the weekends. Бұл жақта, яғни ол өз достарына өткен аптада кет қалды дейді. Сонда бізде go, goat, going немесе went. Бұл жерде бізде глаголдың екінші формасы, яғни етістіктің екінші формасы қолданылады, және бұл тұрақсыз етістік. Сол үшін go'дің тұрақсыз етістігі ол went.
Окей, хорошо. Келесі. Mom, an apple pie last week. Бұл бізде мамасы алма пирогын пісіріпті өткен аптада. Яғни ол бізде cooked. Окей. Келесі. Danny in the river last summer. Бұл жерде біз swim, in swimming, swam, не swam. Яғни бізде бұл жақта swim деген сөздің өткен шағын қолданамыз. Окей. Келесі сұрақ. Katie a book in a library 2 days ago. Яғни Katie бізде кітап алған болатын 2 күн бұрын. Яғни ол бізде took, takes, is taking, took. Және яғни бізде take-тің өткен формасы ол took. Окей. Келесі birds, бірдеңке, away to the south a month ago. Яғни осы құстар северге, яғни бір ай бұрын ұшып кеткен болатын. Ол кезде бізде осы fly'дың өткен шағын қолданамыз. Яғни flew. Хорошо. Түсінікті болды деген ойдамын. Келесі бізде кішігірім сергіту сәті. Кішкене демалып, сергіп алайық. Сергіту сәтінде бізде орнымыздан тұрып, бір өлең айтып шығайық. Can you please stand up? Can you please sit down? Келесі бізде тағы да бір ойын. Жаңағы 3 топқа бөлдік қой, сол топ үшін тағы бір ойын ойнайтын боламыз. Бастайық. Яғни know, білу деген сөз, енді осының екінші формасын айту керекпіз. Яғни knew. Knew бізде дұрыс. Окей. Келесі. Begin, began. Ол бізде дұрыс формасы. Окей. Teach. Taught. Дұрыс па, дұрыс емес па? Taught бізде дұрыс. Әрине, сол үшін tick. Окей. Fail. Fail. Бұл дұрыс па, етістік дұрыс емес па? Әрине дұрыс. Окей. Eat. Және ate. Әрине бұл дұрыс етістік. Келесі. Have. Had. Окей, дұрыс. Play. Played. Окей, бұл дұрыс емес. Арша. Енді сабақты қорытындылай келе кері біліңіз берсеңдер, яғни осы чатқа бізге жасыл, яғни green немесе сары, yellow және қызыл red түсті сердечко, яғни heart жіберіңізді сұраймын. Егер бәрін түсінгендер болса, бәрін түсіндім деп жасыл сердечко, аздау қиын болса сары және көмек керек болса қызыл деп. Окей. Не жұмысы ретінде осы Google форманы жасайтын боламыз. Яғни ішіне аты жөнін жазып, мына жаққа аты жөнін жазып, дұрыс жауапты белгілейміз және жібереміз. Және де қосымша кітаптан, кітапқа қарап бізге осы past simple'ды қолданып 5 сөйлем жазып келесіздер. Хорошо. Осымен біздің сабағымыз бітті. Бәрі түсінікті болды деген ойдамын. Бәріңізге goodbye.